Алдағы 3 күнде -43 градусқа дейін аяз сақталады. Солтүстік антициклоны Қазақстан аумағы арқылы оңтүстік өңірлерге қарай жылжып жатыр. Осыған байланысты қатты аяз еліміздің көп бөлігінде сақталады. Оңтүстік пен оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында қатты қар жауады. Ауа температурасы батыста түнде -27-35 градус аралығында болса, күндіз -15-25 градус аяз. Республиканың оңтүстік батысында түнде -12-23 градус болса, күндіз -5-15 градус аралығында аяз. Солтүстік батыста және солтүстікте түнде -32-40 градусқа дейін, күндіз -27-35 градусқа дейін аяз болады. Орталықта негізгі фон түнде -35-40 градус болса, өңірдің оңтүстігінде -25-30 градус аяз. Күндіз -20-35 градус аралығында аяз. Шығыста ауа температурасы түнде -20-33 градус аралығында аяздан 30-43 градус аязға дейін, түнде 15-23 градус аяздан 23-33 градус аязға дейін барады. Оңтүстікте, оңтүстік шығыста түнде -10-20 градус аяздан -20-31 градус аязға дейін, күндіз -8-16 градус аяздан -12 мен -23 градусқа дейінгі аралықта төмендейді.